Жансүгіров колледжі студенттердің кәсіптік практика өтуі бойынша қорытынды конференция өткізді. Шара облыс көлемінде алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Мақсаты жастардың практикалық білімдерімен бөлісу, оны жетілдіріп ары қарай дамыту, өткен іс тәжірибелерінен ақпарат беру. Жиынға Алматы облысы білім беру басқармасының өкілдері, түрлі жұмыс беруші мекеме басшылары мен мектеп директорлары, колледж оқытушылары мен практика қорғаушы студенттер қатысты. Теориялық білімнен гөрі практикалық білім әлдеқайда маман болып қалыптасуына үлкен ықпалын береді. Енді бүгін Жансүгіров колледжі осы 430 студентті кәсіптік практикасын өтіп келген білім алушыларға арнайы конференцияны өткізуі үлкен жақсы игі бастама болып отыр. Әрине мынау дәлізде білім алушылардың сол практиканы өте жоғары деңгейде өткеніне арнайы әлеуметтік серіктестеріміз алғыс хаттарын жолдаған екен. Бұл дегеніміз жақсы құзыретті маман шығатынын дәлелдеп отыр. Сондықтан да басқа да оқу орындарына осы бастаманы жалғастыру қажет деп ойлаймыз. Себебі білім алушылар сезіну керек. Өздердің практиканы жай ғана өтеп барып қайтып келу емес, көп білімді шыңдап, соны ары қарай дамытудың бағыттарын ойластыру. Қаңтар-наурыз айларында Жансүгіров колледжінің 430 студенті іс тәжірибеден өткен болатын. Практика барысында білімгерлер жоғары теориялық дайындықтарын дәлелдеп үздік нәтиже көрсеткен. Мұндай шаралар студенттердің болашақ маман болып қалыптасуына зор септігін тигізеді. Биыл студенттерге сондай мен риза болдым. Бәрі қазақы қыздар. Ана жана айтамыз ғой, ана Чехов айтып қандай олар киген киімі, жүрген жүріс, сөйлеген сөз, ойлаған ойына дейін әдем болу керек деп. Бастауышта қыздардың өз киген киімдері бәрі оны айтып та тұрған. Жалпы теориялық дайындығынан айтайыншы, әпейбет сабақ. Жақсы, және олардың сөздік қоры, профессиональный кәсіби лексикондары, және әдістемені меңгеру, бастауыш сынып мұғалімдердің балалардан педагогикалық психология жағынан түсінуі, олардың білімдерін болуы, және неше түрлі дау-дамай конфликттік жағдайларды шешуге енді кейбір студенттер біздің өз кейбір мұғалімдерімізден озық болып жатқан нелер болды. Тәжірибенің сапасы кез келген оқу орнының жұмысы мен қызметін көрсетеді. Конференция барысында жұмыс берушілер білім ордасының студенттері жайлы тек жағымды пікір қалдырып жатты. Әлбетте бұл профессорлық оқытушылық құрам мен ұстаздардың еңбегі. Біздің жаңағы мамандығымыз мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы бойынша кәсіптік практика. Бұл біздің болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігін, кәсіби ісіне деген даярлығын қамтамасыз етуге бағытталған кәсіптік практикалардың бірі. Бұл мамандықтың ең бір ерекшелігі, біз осы мектеп жасына дейінгі кезеңнен бастап балаларды өмірге дайындап, әлеуметтік құзыреттілігін қалыптастыруға, осы мектепке дейінгі кезеңнен атсалысуға өзіміздің барлық ынтамызды салып жатырмыз. Жиын жас өнерпаздардың мерекелік концертіне ұласты. Сонымен қатар практика қорғаушы студенттер өз жұмыстарының нәтижесімен бөлісті.